Орал қаласында тұғыры биік тәуелсіздік атты алтын домбыра республикалық ақындар айтысы басталды. 2 күнге жоспарланған жылдың қорытынды айтысы Нұр Отан партиясының қолдауымен Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі мен Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен Жайық жерінде тұңғыш рет өткізіліп отыр. Жыр додасын ақын халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының басқарма төрағасы Жүрсін Ерман жүргізуде. 8-ші мәрте ұйымдастырылған шараға облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысты. Жайықтың жақсылары мен жайсаңдары жалпы ақсүйек өнерді асыға күткен ағайын үшін алтын домбыра айтысы һәм жылдың қорытындысы саналатын жыр додасы өңірімізде тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Оған себеп жерлесіміз жыр жүйрігі Жансая Мусинаның өткен жылғы халаман айтыстың жеңімпазы атануы. Бұдан бұлай алтын домбыра жеңімпаз ақынның жерінде 1 жыл бойы сақталады. Облыс әкімі Ғали Есқалиев өз сөзінде осы айтысқа қолдау білдірген Нұр Отан партиясы мен Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне алғысын жеткізді. Айтыскер ақындарға шалқар шабыт тілеп, тәуелсіздік күні мерекесімен құттықтады. Бүгінгі додамыз еліміздің ұлы мерекесі тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс келуіне кездейсоқ емес. Өздеріңіз білесіздер, совет заманында ұлы өңірдің әсіресе айтыстың оты өшіп тұрса, қазір тәуелсіздік алғаннан бері от қайта жана бастады. Біздің тәуелсіздігіміз біздің ең басты байлығымыз. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап бізген тапсырған аманаты. Мереке құтты болсын, ағайын. Нұр Отан партиясының хатшысы Ғабидолла Оспанқұлов ұлтымызға ғана тән айтыс өнерінің ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралары тізіміне енгендігін тілге тиек етіп, болашақта да қолдау болатындығын айтты. Кешеден бері мына Жайық еліне келген, сонау замандардан бері айтысып келген ел ағалары, үлкендеріміз, айтыстың үлкендер жиналып отыр осында. Кешеден бері келіп, ұрпақтар сабақтастық ретінде жас өсіп келеткен айтыскерлерге өздерінің ұсыныстарын айтып, олардан да ұсыныстар алып, керемет отырыс болды кеше. Содан жиналған ұсыныстардың барлығын біз қолдаймыз. Өздеріңіз білесіздер, Нұр Отан партиясы саяси кеңесінде елбасымыз партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы партияны қайта жаңғырту ұсынысы ретінде осы айтыс біздің төл өнеріміз ЮНЕСКО-дағы өзінің материалдық емес құндылық ретінде белгіленген айтыс өнерімізді дамыту керек екендігі туралы тапсырма берді. Осы тапсырмаға сәйкес жаңа айтылғандай осы жылы бірнеше дүбірлеген айтыстар Қазақстанның әр жерлерінде өтті. Енді осы қорытынды айтыс ретінде тұңғыш рет осы Жайық елінде алтын домбыра өткізіліп жатыр. Осының барлығы да тәуелсіздіктің арқасы. Облыс әкімі Ғали Есқалиев Қазақстан Республикасының президенті жарлығымен тағайындалған Парасат орденін Жүрсін Ерман мен Құрмет орденін айтыстың ақтаңгері Айбек Қалиевке табыстады. Жыл осы айтыстың отымен кіріп, күлмен шығып жүрген еңбегімізді ескерген болу керек. Алда да шама жеткенінше халыққа, елге, айтысқа қызмет ете беруге дайынмын. Алғашқы жұпта алтын домбыра иегерлері Батыс қазақстандық жүйрік Жансая Мусина мен Нұр Сұлтан қаласынан келген Жандарбек Бұлғақов сөз қағыстырып, айтыс сахнасының шымылдығын ашты. Мұхит пен Қарекеңдей кейіпкерден, кешегі Махамбет пен Сырымбейдің бойына қасиетін жиып келген, ақын боп төрге шықса тіліп сөйлеп жұбандар түспеуші еді биіктерден. Солардан қалған ұрпақ мына біздер, Құдайым бақты қалай үйіп берген. Мың сәлем қадірменді жерлестерім, айтысқа бар уақытын қиып келген. Асылдың сынықтары барсыңдар ма, жарысқа Жансаямыз түседі деп, жандарын шүберекке түйіп келген. Игагай, 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 игагай. Жайық төріндегі айтыстың тағы бір ерекшелігі 8-ші жыр сайысының қазылар алқасының құрамына тек ақындардың енгізілуі болды. Атап айтқанда сөз өнерінің саңлақтары танымал ақындар Несіпбек Айтұлы, Әсия Беркенова, Бауыржан Қалиолла, Мұхамеджан Тазабеков, Аманжол Әлтаев, Қойлыбай Асанов, Дариға Мұштанова және Жанарбек Әшімжан бар. Биыл айтыстарда бағы мен бабы қатар жанып, рейтингте алда тұрғандардың бірі Батыс қазақстандық Талғат Мықи мен Бауыржан Шермеденұлы Айтулы сөз бен ой сайысында тым тәуір өнер көрсетті. Ақындардың бәрі де тәуелсіздік жолындағы бабалар күресі, елдік пен ерлікке қоса бүгінгі күннің көлеңкелі тұстарын жырларына арқау етті. Тауып айтылған әзілдер мен қағытпа қалжыңдар да жарасымын тапты. Айтыстың бірінші күнінде қазылар алқасының шешімімен Жансая Мусина, Айбек Қалиев, Әсем Ережеқызы, Аспанбек Шұғатаев, Қанат Мырзахан, Өміржан Көпбосынов, Қазірет Бердіхан, Бауыржан Шермеденұлы, Рүстем Қайыртайұлы және Мұхтар Ниязов келесі айналымға өтті. Олардың арасынан алтын домбыра иегерлері мен жүлдегерлері 17 желтоқсан күні анықталды. Бұл туралы жаңалықтардың алдағы шығарылымында тарқатып айтамыз.